Қайырлы күн қыздар, бүгін қолмен лағман созуды үйретемін. Ең бірінші бізге керегі қызып тұрған майға етті мен тауық етін алып қуырдым. Сіздер кез келген етті алып қуырсаңыздар болады, тіпті фаршты қуырсаңыздар да болады. Бір пиязды алып, үстінен майдалап турап, тоже етпен бірге қуырып жібересіз. Томат, тұз, қызыл перец, дәмдеуіштеріңізді, сонымен қатар міндетті түрде соевый соус, хотя бір кішкентай қасық соевый соусты алып қосу керексіздер. Сол кезде лағманның дәмі ерекше болатын болады. Және де үйде сізде қандай көкөністер бар, соның барлығын алып, майдалап турап, барлығын қоссаңыздар болады. Менде пияз, сәбіз, редька, кабачок, перец, картошка, міндетті емес картошка, чеснок, қызанақ және де фасоль болды. Соның барлығын алып қосамын. Барлығын бірге қоса саламын да қазанға су құйып 15-20 минут орташа отта пісіріп аламын да астын өшіріп қоямын. Енді қамырға тұз, су, ұнды қадімгі 5 пармақ елегендегі елеп аласыздар да, осылай барлығын кесіп шығып, қолмен тек қана 4 бұрыштыны домалақ қылып, қолмен домалатып шығасыздар. Және бір ыдысқа міндетті түрде салып қойыңыздар, себебі кеуіп қалады. Тағы да қолыңызды жақсылап майлайсыз да, осылай видеодағыдай үстінен басып, тағы да бір келкі етіп, домалатып, орап шығасыз. Орап болғаннан кейін үстінен май жағасыз. Енді осылай барлығын орап болғаннан кейін ең бірінші ораған қамырыңызды аласыз да, осыны қайттан жайып, қолмен жай ғана баса отырып, дөңгелете отырып, созамыз. Тағы жұқалау керек болса, керісінше тағы айналдырып, дөңгелетіп, созамыз. Қолыңызды қатты баспай, жай ғана басып отырып дөңгелетесіздер. Және де қолға осылай жинап аласыз да, қамырыңызды тақтайға ұрып созасыз. Енді қайнап тұрған суға 3-4 созылған қамырымды алып саламын. Мен өте көп қып салмаймын. Аз-аз қамырдан салып, салғаннан кейін вилканың көмегімен осылай жабысып қалған қамырларды ажыратып жіберу керексіз. Әбден қайнағаннан кейін көп қайнатып пісіріп езіп жібермеңіздер. Піскеннен кейін бір где-то 5 минутқа жетпей қайттан судан шығарып, үстінен сұйық май құйып жібересіз. Ол да көп емес. Сұйық майды құйып, араластырып жібересіз, сонда жабысып қалмайды қамырыңыз. Мінекей қыздар, лағман дайын болды. Өте керемет. Бетіне укроп зелендеріңізді сеуіп жіберсеңіздер вообще күшті болады. Маған өте қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Бір өте оңай, шынымен сіздерге қиын болып көрінетін шығар, бірақ тез-ақ оп-оңай пісіріп дайындалды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Енді дәмі деген өте керемет. Шынымен қыздар, міндетті түрде дайындап, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.